Сәлем достар, бүгін сіздерге түсінде көк сиырдың өлгенін көріп, өңінде көлігі өртеніп кеткен Гүлайым ханымның түсін айтып беремін. Ең алдымен каналыма подписаться жасап, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Осы Гүлайымның айтқан әңгімелері ұдайы ойлантады. Бірде ол өзінің бір түс жайлы таңғалып айтып бергені бар. Бұл аян мені де көпке дейін ойға қалдырды. Қыздардың ішінде бірінші болып көлік жүргізген құрбымыздың түсі мынандай еді. Күндіз екен. Бір даңғыл кең жолда машинамен жүйткіп келе жатырмын. Қайдан шыққаным және қайда бара жатқаным белгісіз, бір кезде ұзын жолдың бойында бір нәрсе қарауытып көрінді. Жақындап келіп тоқтасам, бір дәу көк сиыр дөңкиіп өліп жатыр. Қап, мына сиыр арам өліп қалды-ау деп өкініп тұрғанымда есік қатты тарсылдай жөнелді. Түсімнен шошып ояндым. Есік қағып жатқан көршілер екен. Ойбай, тұр, машинаң өртеніп жатыр дейді олар. Аулаға шықсам, машина қып-қызыл болып лаулап жатыр. Көз алдымда көлігім қас пен көздің арасында жанып кетті, деді досым. Және бұл түстің жоруын да жолдасымның өзі айтып берді. Оның алдында үлкен бір қатерден аман қалған Гүлайым Құдай жолына деп бір мал құрбандық шалуға деп ниеттенген екен. Бірақ Алла жолына атаған малды сатып алып, құрбандық шалуға тіпті қолы тимейді. Осылайша бұл ниетті кейінге шегеріле қалыс қалып қойғандай болғанда осы оқиға орын алады. Берсең қолыңнан, бермесең жолыңнан алам деген осы шығар. Достар, өз ойларыңызды комментарияға қалдырыңыздар. Видеоға лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.